Сәлем достар, сіздермен Айжан. Бүгінгі менің бейнебаянымда ОБТ жайлы көп қойылатын сұрақтарға жауап бермекшімін. Соның ішінде ОБТ дегеніміз не, оған қалай дайындалу керек, қандай кітаптармен және ОБТ тапсырудың негізгі қыр-сырларымен бөліскім келеді. Ең алдымен ОБТ дегеніміз не, ұлттық бірыңғай тестіні жоғары оқу орындарына түскісі келетін оқушылар тапсырады. Негізгі 5 пәннен тұрады, оның 4-еуі негізгі пән болып есептеледі. 3,5 сағат ішінде әр пәннен 25 сұрақтың барлығына жауап беруіңіз керек. Сонда барлығы 125 сұрақ. Ең алдымен қазақ тілі, орыс тілі, Қазақстан тарихы, математика және 5-ші пән таңдау пәні. Таңдау пәнін оқушы өз еркі, болашақ мамандығына сай белгілі бір пәнді таңдауы тиіс. Мысалы, дәрігер болғысы келсе, онда биология, фармацевтика, химия пәнін таңдайды, инженерия, физика және тағы да басқа. Бізден бір көп қойылатын сұрақтың бірі ОБТ-ға қалай дайындалу керек. Мен өзім осы жылы 11-ші сыныпта аяқтадым, ОБТ-ны да тапсырдым, сондықтан ОБТ-ны қалай сәтті тапсыру негізгі бір жолдарымен таныстырып өтейін. Ең алдымен оқушы ОБТ-ға дайындық кезінде жоспар бойынша жұмыс жасаған жөн. Себебі сіздер уақыттың аздығын және қандай пәннен осал пәндеріңізді сол уақыт аралығында үлгеруге тырысасыз. Екінші, ОБТ-ға тек қана бір жылдың ішінде, яғни 11-ші сыныпта ғана дайындалу керек. Оған бір жылдың ішінде 5 пәннің барлығын басынан аяқ меңгеріп шығу өзіңізге де біраз қиындықтар туғызады. Жұмасына 1 немесе 2 рет біздер мектебімізде пробный тесттер жасатын едік. Сол пробный тесттердің арқасында қатемен жұмыс жасап тұру керек. Себебі НТ-да пробныйда жазған тесттеріңіз қайтып келеді. Соны 70 немесе 80% пробный тесттердің сұрақтары, ал 20 жаңа басы қосылады. Сондықтан да пробный тесттермен қатемен жұмыс жасап тұрған жөн. Өзіңізге тиімді бір жасаған қателікті екінші рет жасамайсыз. Өзіңіз осал болатын пәндерді белгілеп қойып, солар бойынша соларға қатты көңіл бөлу керек. Мысалы, өз басым қазақ тілі мен орыс тіліне мен 100% сенімді едім. Сондықтан мен тек қана мектеп кезінде дайындалатын. Ал осы биология, математика және Қазақстан тарихы осы 3 сабақтардан қиналатын кездерім болды. Сондықтан мен репетиторларға барып, мектептен тыс кезінде қосымша сабақтар алған болатынмын. Осы қосымша сабақтар өз басыма өте тиімді. Ал енді ОБТ-ға қандай кітаптармен дайындалу керек деген сұраққа жауап берейік. Ең алдымен өзім мектеп базасындағы кітаптармен дайындалдым. Мына кітаптармен дайындалдым. Айта кетейін, әр кітапқа да бұл реклама, онда ештеңе емес. Жай өзім опытым бойынша қандай кітаптармен дайындалдым. Мен биологияға ОБТ-ға дайындаламыз деп аталатын білім баспасы шығарған кітап. Бұл кітаптың жақсысы өте қысқа нұсқа және астында тестниктері бар. Бірақ байқағаным, тестникте менде бір сұрақ болған еді. Мектеп базасында жоқ сұрақ. Бірақ мына бір осы кітапта сол сұрақтар, кейбір сұрақтардың жауаптары болды. Сондықтан осы тиімді деп ойлаймын. Уақытыңызды көп құртпайсыз. Белгілі бір тақырып оқысаңыз да бірден артынан тесті тұрады. Одан кейін математика мен мектептің кітаптарымен және де Рустюмова атты. Менде бұл 4-ші баспа деп ойлаймын. 2-ші баспасы осындай кітаптар көп. Менде мынау әрбір есептің түсіндірмесі. Өте жақсы кітап. Көп мектептердің оқушылары ОБТ-ға дайындалғанда осы кітаппен дайындалатынын байқадым. Одан соң мына бір тестниктермен шығардым. Бұл математика 2 базасынан тұрады. Мында тек қана тесттер, қазақ тілі, математика. Осылармен де дайындалдым. Өте жақсы. Мында керемет бір сөз мені мотивировать етті десем болады. Егер ертең грант алғым келсе, бүгіннен бастап дайындал. Және де шын математика мына кітаптармен дайындалдым. Мұнда барлығы анық, нақты жазылған Қазақстан тарихына мектептің кітаптарымен және шын Қазақстан тарихы бойынша. Бірақ ең тиімдісі мектептің кітабымен дайындалу керек деп ойлаймын. Қазірге тапқан дәптерлерім, бұның барлығы математика еді. Мен ОБТ-ға негізгі 10-ші сыныптан бастап дайындалдым. Мынау менің ең алғашқы дәптерім болатын. 10-ші сынып ОБТ-ға дайындық. Мен дәптерімді, тағы да бір айтып кетейін, дәптерді 2-ге бөліп, әр бетіне шығаратын едім. Осылай. Мұғалімдерім түсіндірген. Осының барлығын жаздым ба. Кешіне дейді таңға отыр. Әрқайсысы. Сосын мен дәптерім ішіне ОБТ 125, good luck, I can do it деп өзімді мотивировать ету үшін 25 үшін жазып қоятын әдетім болды. Және де бос уақытыңызда автобуста жүргенде мен көбінесе ұялы телефоныма ЕНТ 2013 деп аталатын бір программаны жазып алған болатынмын. Бұл программа өз басыма өте жақсы әсер ете отырғанда мен көбінесе YouTube-тан
Жоған Нұрпейісов емес. Тайыр Нұрпейісов. Тайыр Нұрпейісов атты ержігіттің деймін ба? Тайыр Нұрпейісовтың видео роликтерін көретін едім. Математикадан көмегінде десеңіз, астына саниға оның ссылкасын жазып қойдым. ОБТ-ға дайындық кезінде қателігі. ОБТ тапсырған кезде айта кететін жайт, сұрақты соңына дейін оқу керек. Кейбір оқушылар, соның ішінде мен болған енді тапсырған кезінде бір сұрақты соңына дейін оқымай, білем деп тез белгілеудің арқасында сол сұрағынан қате кеткен еді. Сондықтан ондай қателікті жібермеңіздер. Уақытым көп деп, уақытты босқа өткізудің қажеті жоқ. Шын мәнінде, егер жоспар жазып, әрбір күніңізді белгілеп көрсеңіз, сізде уақытыңыз өте аз қалғанын байқайсыз. 1 жыл бойы, 11 жыл бойы оқыдыңыз, сіздің қолыңыздан бәрі келеді. Өзіңізге сенімді болыңыз. Әртүрлі ұялы телефондар, гаджеттарға сенудің қажеті жоқ. Ең алдымен өзіңізге сенім. Бағамламайды, оны мен по-любому түсінбеймін. Қажеті жоқ, наугад белгілей салам деудің қажеті жоқ. Мен оны білемін. Басында өзім де сөйткен дедім. Қиын жағдай туса, репетиторларға барыңыз, ондайдан ұялудың, ақшаны аяудың қажеті жоқ. Оданша ақша босқа кетіргенше, басқа жаққа оны өзіңіздің біліміңізге инвестировать етіңіз. Өзіңізге де жақсы болады, себебі сіздің біліміңізді ешкім алып қоймайды, тартып болмайды, сол сізде мәңгілік. Сондықтан ең оптималды вариант негізінде репетиторларға барып дайындалған. Ал енді ең қызығы, мен өзім ентіні қалай тапсырдым. Шыны керек, мен ентіға біраз қобалжыдым, себебі мен үздік аттестатқа үміткер едім. Сондықтан ата-анамның, мұғалімдердің маған деген сенімін ақтау керек едім. Бұрын біз ата-анамызбен барлығымыз Ақорданың артындағы парк, президентский парк, соған бардық. Онда адам жоқ, өте керемет, ауа райы өте тамаша еді. Мен жүгіріп, серуендеп, табиғаттан бір күш беруін тілеп, әрине қызық естілсе де өзіме жақсы әсерін тигізген еді. Келесі күні таңғы сағат 6-7-лерге таман бізді мектептің қасына жинап, автобуспен алып кеткен болатын. Бізде сынып жетекшілер өздері әрбір оқушыға дайын папка дайындап қойған еді. Соның ішіне біздің өзіміздің жеке куәліктерімізді, қара қаламсаптарды, қарындаштар, бар кетіргіш, өшіргіш бұл батыс термині, өшіргіш дайындап қойған еді. Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінде тапсырған болатынмын ОБТ-ны. Сол кезде басқа мектептің оқушыларын да көрген кезінде олар бірі удостоверение, яғни жеке куәліктерін үйінде қалдырып, біреулер ручка таба алмай, сонымен кішкене паника да басталды да. Ал бізде мектеп өзі арнайы дайындап қойып, әрқайсымызға бөліп беріп, тек қана біздің сәтті тапсыруымызды ғана тілеген еді. Біздің оған алаңдайтын уақытымыз да болған жоқ. Біз өзіміз басымызбен енді да қандай нұсқа келеді, қалай сұрақ болады, мен жақсы тапсырам деген ойлармен барған едік. Одан кейін университетке кірген кезде металлоискательмен әрбір оқушына, яғни ұялы телефондардың бар жоқтығына тексеретін еді. Бізде ұлдарды бір бөлек, қыздарды бір бөлек, яғни қыздарды әйелдер тексерсе, ұлдарды ер азаматтар тексерген еді. Сондықтан ондай бір проблема болды деп айта алмаймын. Мен өз басым түнде ұйықтар алдында мен по-любому 125 балл алам. Аудиторияға кіргенде менде орын, ең керемет орын болады. Мен 125 балл алуым үшін барлық жағдай жасалған деген оймен кірген едім. Аудиторияға кіріп қалғанда менде ең керемет орын болды. Маусым айында тапсырдық. 28 немесе 30 градус ыстық еді. Қызық Астанада. Астанада. Алайда менде аудиториям өте кішкентай еді, сондықтан күн ыстық, аудиторияның іші тез ысып кететіндіктен кейбір оқушыларға ауа жетпей ыстық болды. Бірақ маған, мысалы, терезенің қасында отырдым, сондықтан самал жесеу өте керемет болды. Сондықтан мен ондайға алаңдамай, тек қана өзімнің тест негізім бойынша шығарған едім. Соңына қарай әрбір оқушы енді тапсырып шыққан кезде мұғалімдер, ата-аналар барлығы қол шапалақтап, маған шапалақтаған жоқ. Себебі мен 3,5 сағат соңына дейін отырдым. Тағы да бір айта кететін секрет десем болады. Ең алдымен баланты толтырған кезде қолыңызды қоюыңыз керек деп айтып кетеді. Сол кезде шын айтайын, мен қолымды қойған жоқпын. Енді тест негімді барлығы бітіріп барып, қолымды қойдым. Себебі мұғалімдердің қол қоймағанша сіздердің жауап парақтарыңызды алып кетуіне хақы жоқ. Сондықтан осы бір құпияны
қолдануыңызға болады. Үлгермей жатқан жағдайда барлығын толтырып барып қолыңызды қойып тапсыруыңыз. Ал достар, осымен менің бейнебаyaным соңына жетті. ОБТ жайлы кейбір сұрақтарыңыз болса, төменде комментарий жазуларыңызға болады. Келесі кездескенше сау болыңдар. Бойынша жұмыс жасаған, жоспар бойынша дайындалған жөн. Ең алдымен жоспар бойынша дайындалған жөн. Осы қосымша сабақ. Тестникте менде бір сұрақ болған еді. Мектеп базасында жоқ сұрақ. Бірақ мына осы кітапта биологияға дайындаламын. Бірақ осы кітапта не деймін. Әрбір себебі бұл программада қойшы! People-да болмады. Айтып отырмын. Себебі бұл программада